сөз тіркесі бар. Сол сияқты ілмекті тігіс арқылы тіккендей етіп, алған білім сетінеп кетпеу үшін тігісін жатқыза отырып, беріктілік принципін ұстау арқылы сабақ мақсатына жету. Тілдің жеткізе алмағанын қоңыр үнімен жеткізген қазақтың киелі домбырасы арқылы дәстүрлі музыканы насихаттау, көне аспаптар күмбірін меңгерте отырып, өнерге қызығушылықтарын арттыру және шығармашылықтарын дамыту. Ойы өрнек түрінде сабақты түрлі тәсілдермен өрнектей отырып, темірден түйін, түйгендей темірдей берік білім қалыптастыру. Бояуларды үйлестіргендей, әртүрлі стратегияларды үйлестіре отырып, STEM сабақтарды ұйымдастыру. Бұрынғы ұмытылып кеткен салт дәстүрлі билерді қайта жаңғырту арқылы рухани өнерді дамыту. Дегендей, нотаның 7 дыбысындай түрлі идеялар арқылы ұйымдастырылған сабақ пен өнерге қызығушылықтарын дамыту. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда гүлдей боп өткедім. Өзіңсің өмірдің бұлағы, нәр алып келемін. Жігітке жеті өнерде аз, жетпіс өнерде көп емес. Осы қағиданы ұстанып, оқушыларымызды жеті өнерден бастап, 70 өнерге дейін дамытамыз. Мектеп кеме, білім теңіз. Теңіз тамшыдан құралады. Жас ұрпақты осылайша білім нәрімен сусындатып, білім кемесінде еркін жүздіреміз. Бірлестік мүшелері бірлесе атсалысып, Өнер көгіне қалқатамыз!